Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода сіздермен 8 наурыз аналар мерекесіне арналған осындай әдемі букет жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге осындай түрлі түсті қағаздар, қайшы және де клей қажет болады. Ең алдымен біз осылай гүлдің сабағын жасап аламыз. Одан кейін осы бір түсті қағазымызды аламыз да дәл ортасынан қайырамыз. Одан кейін оны тағы да бір рет қайырамыз. Ал одан кейін біз қайшымен арасына 3-4 мм қалдырып, осылай дәл қайырамыз. Одан кейін клеймен осылай жапсырамыз. Осылай бізге екеуінде жасап алғаннан кейін біз жаңағы жасаған біздің сабағын гүлдің, яғни осылай клеймен орап жапсырып шығамыз. Келесі біз гүлдің сыртындағы букетін жасап аламыз. Ол үшін осылай дәл видеода көрсетілгендей барлығын қайырып, осылай қайшымен керек емес жерін қиып тастаймыз. Мен видеомыз аяқталды. Видеоны ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.